Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін бізде Nissan Tiid автокөлігі. Көлік бізде перебоймен келген. Перебойда дұрыс жасамайды дейді. Көлік өкінішке орай араб болғасын, диагностика дұрыс түспейді. Чектер дұрыс айтпайды қандай проблема болып тұрғандарын. Сондықтан мотор тестермен тексеруге тура келді. Мотор тестерден қазір көрсетемін қандай проблема болып тұрған. Төртіншіден дұрыс жасамай шыққан. Қаластойда бізде дұрыс жасамай тұр. Газ бергенде істеп кетеді. Қаластой ходты дұрыс жасамай қалады. Проблема бізде компрессия төмен екен. Компрессия төмен болғасын енді анықтау керек қой. Бұл кольцадан ба, немесе клапаннан ба, немесе ауа сорып тұрған ба деп. Төртіншіден енді камерамызды саламыз. Осындаумен қараймыз. Мотор жақында ашылған, іздері бар, тазалған. Былай бұл жақтан дұрыс көрінеді, ал былай қараған кезде бізде мына клапанның шеті жанып кеткен. Клапан түсіп кеткен ғой, шеті. Осылай міне Nissanның ақауын тауып берген болатынбыз. Мына араб көліктерде тексерілмейді. Диагностика салма ашып көрсетпейді. Бірақ машина перебоймен тұр.